Биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл толады. Бұл ұлы жеңіс ұлтымыздың жадында мәңгі қалмақ. 1941-1945 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып, ұрыстарға қатынасты. Соғысқа қатысушылар ерлігі еш ұмытылмас. Атыс шекарада алғашқы соққыны күтіп алған сарбаздар ішінде отандастарымыз да болған. Жауды жеңу үшін бәрін аямай, жеңісті жақындату жолында қаза болды. Соғыстың соңғы күндерінде де Қазақстаннан шыққан жауынгерлер алдыңғы шепте болған. Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев та бәрінің есінде қалды. Қазақстан халқы отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай жазыла бастады. Соғысының 11600 жауынгері Кеңес одағынан батырлары болса, оның 497-сі қазақстандық болған. Қазақстандықтар ішінен Кеңес одағы батыры атағын ең бірінші болып 19-шы танк дивизиясының генерал-майоры Кузьма Семенченко алды. Батыры атағын 2 мәрте алған 4 қазақстандық бар. Олар Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. Кеңес одағы батырын алғандар арасында пулеметші Мәншік Мәметова, Мерген Әлия Молдағұлова, атқыш Сұлтан Баймағамбетов, қалқан бұзушы Петр Миллер, минометші Қарсыбай Спатаев, кавалерист Қатаев, сапер Павел Гончар, торпедалы кеменің командирі Борис Ущев, атқыштар дивизиясының басшысы Ғани Сафиуллин және Бауыржан Момышұлы бар. Соғыстың шарпыған жалынын тоқтату жолында көптеген азаматтар қаза болды. Бірақ олардың алып берген жеңісін кейінгі ұрпақ бағалауда. Аспан әрдайым ашық болу үшін барлық күштерін сарп еткен азаматтарға мыңда бір алғыс. Ұлы жеңіс кейінгі ұрпаққа аманат. Қаһарман, мың құбылып тұрса дағы бар маңы, адамзатты алға бастар арзаңа. Мір оғындай Момышұлы Бауыржан, туа біткен туралықтың тарланы. Әрбір сөзі жас ұрпаққа тағылым, бойға жиған ақылы мен сабырын. Өмір бойы шындық үшін күресіп, жалғандықтың тіліп түскен тамырын. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа. Ұрпағына үлгі болған ғұмырын, ұқсатамын жарқылдаған қылышқа. Жүру үшін тура жолдан бұрылмай, ар мен намыс бірге туған ұғымдай. Біздер үшін рухы биік Бауыржан, батырлық пен ақиқаттың туындай. Ұшқыр ойды от қайраққа жаныған, туған елді өз үйім деп таныған. Жалындаған жастар керек еліме, батыр баба қасиет дарыған.